Тікбұрышты параллелепипед және оның жазбасы. Бұл бізде 10-ші тарау. Осы тарау бойынша біздер кеңістіктегі фигураларды үйренеміз. Бірінші еске түсіріп өтейік. Мынау қандай фигура бізде? Мынау бізде параллелограмм. Өйткені бұлардың жақтары, қарама-қарсы жақтары бір-біріне параллель орналасқан, яғни қиылыспайды. Екіншісі, бұл бізде куб. Бұл барлық қабырғалары тең, және барлық бұрыштары тік. Бұл бізде куб. Үшіншісі бізде шаршы, барлық қабырғалары бір-біріне тең. Төртіншісі бізде тік төртбұрыш. Бұл төртбұрыш және барлық бұрыштары тік бұрышты, 90 градус. Төртіншісі бізде бұл текше. Бұл тік бұрышты параллелепипед. Және алтыншысы бізде бұл цилиндр. Мынандай шеңберді ұзаққа созған. Енді жалпы параллелепипед туралы сөйлесек, тікбұрышты параллелепипед туралы сөйлесек. Тікбұрышты параллелепипед дегеніміз мынандай фигура. Әр бұрыштары бір-біріне тең. 90 градус. Мына бұрышы 90 градус, мына бұрышы 90 градус, тағы сол сияқты. Арт жақтарын былай салып кетейік. Мынандай сызықтармен салып кетейік. Мынау артындағы қабырғалар. Әр мынандай бұрышы бұл төбесі деп аталады. Тікбұрышты параллелепипедтің немесе текше деп аталады, соның төбелері әр бұрышында тұрған. Мына жердегі әр бұрышы, бұл қай жердегі бұрыш болмасын, ол 90 градус. Қанша төбесі бар екен қарайық? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни текшенің 8 төбесі болады екен. Мыналар текшенің қырлары. Мынау қыры, мынау да қыры, мынау да қыры. Неше қыры бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мына жерде 1, 2, 3, 4 қыры бар. Мына жағында 1, 2, 3, 4 қыры бар. 8, 9, 10, 11, 12 қыр шығады. Сонда 12 қыры бар деп айтамыз. Және мына әрбір қарап тұрған бөлігі бұл жағы деп аталады. Яғни текшенің жақтары. Неше жағы бар бізде? Бізге қарап тұрған бір жағы бар. Мына жерде екінші жағы бар. Арт жағында үшінші жағы бар. Мына жағында төртінші жағы бар. Және төбесінде бесінші жақ, астында алтыншы жақ. 6 жағы бар екен. Тікбұрыштар тағы да, тікбұрышты параллелепипед тағы да мынандай да болуы мүмкін. Ең бастысы, әр бұрышы 90 градус болу керек. Бұл тік төртбұрышты созып салған. Мынандай бізде бұл да тік төртбұрыш болып табылады. Бұда да 8 төбесі, 12 қыры және 6 жағы бар. Бұлардың тікбұрышты параллелепипедтің әр жағы не болады? Әр жағы, яғни әр төбесі, немесе асты, немесе жаны, оң жақ, сол жақ жандары, барлық жақтары бұл өз алдына мынандай тік төртбұрыш болады.